Жихад дегенде көз алдымызға не келеді? Қару ұстаған адамдар, соғыс, радикалды топтар бізге дәл солай түсіндіріп жүр. Бірақ шын мәнінде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты, ең үлкен жихад ол өз нәпсіңмен күрес. Таңертең ерте тұрып намаз оқуың жихад. Біреуге жаман сөз айтқан келіп, бірақ үндемей қалсаң жихад. Ата-анаңа ашуланып, бірақ сабыр сақтасаң не жихад. Ал біреуге қол көтеру, өзіңмен келіспейді адамды жек көру бұл ислам емес. Бұл дінді қолдан бұрмалаған түсінік. Жалған жихад жастарды алдау үшін жасалған ұран. Алла жолындасын деп жазықсыз жанға зиян келтіру ауыр қылмыс. Құранда не делінген? Бір адамды өлтіру бүкіл адамзатты өлтіргенмен тең. Жихад біреуге қарсы емес, өз ішіңдегі әлсіздікке қарсы жасалатын күрес. Ал шынайы күрес ішкі әлеміңді тәрбиелеу.